Сәлем достар, мен сендерге мақтағы ертегін айтып беремін. Баяғыда мақтағы мысық болды. Мақтағы үйін сыпырып жүрсе, мүйіз тауып алыпты. Сосын барыпты, мысығын шақыртты. Мысығым деп шақырып, мысығы келмепті. Мысығы кетті. Неге мені шақырдың депті. Сосын сен келмедің, сосын мүйізді өзім жоқ қойдым деді. Неге мені күтпейсің деп, мақтағыстың сүтін төгіп тастапты. Неге менің сүтін төгесің деп, мысықтың құйрығын кесіп алыпты. Мысық жылап сиырға барыпты. Сиыр, сен маған сүт берші депті. Менің қарным ашып тұр, сен маған жапырақ әкеп бер депті. Ағашқа барыпты. Ағаш, сен маған жапырақ берші депті. Сен маған су әкеп бер депті. Қыздарға барыпты. Қыздар, су беріңдерші депті. Сен бізге сағыз әкеп беріпті. Дүкеншіге барыпты. Дүкенші, сен маған сағыз берші депті. Дүкенші айтыпты. Сен маған жұмыртқа әкеп бер депті. Тауыққа барыпты. Тауық, сен маған жұмыртқа берші депті. Сен маған дән әкеп бер депті. Тышқанға барыпты. Тышқан, сен дән берші депті. Тышқан оған дән беріпті. Сосын тауыққа дән беріпті. Тауық оған жұмыртқа беріпті. Дүкеншіге жұмыртқа беріпті. Дүкенші оған сағыз беріпті. Қыздарға сағыз беріпті. Қыздар оған су беріпті. Ағашқа су беріпті. Ағаш оған жапырақ беріпті. Сиырға жапырақ беріпті. Сиыр оған сүт беріпті. Сосын мақтағызға сүтін әкеп беріпті. Мақтағыз оның құйрығын жабыстырып беріпті да екеуі дос болды.